Ал қол жетпей қалған нәрселер бар ма? Осы материалдық тапшылықтың нәтижесінде. Жақсы әндер мысалы. Өйткені бір әңгімеңде айтқан едің, мысалы, ән байдың қызы секілді, әнші кедейдің баласындай, әттеген-ай бір қол жетпей қалатын сәттер болады деп. Әндер бар, иә. Қазір оның бір-екеуі хит болып кеткен, ол кісі олардың орындауында негізін. Ол қай әндер? Қолым жетпей қалған әнім өте қатты ұнатып, сондай қанатын бетіп бауырымыз айтып, мазаламай? Сезімді қайтейін, сезіне алмадым дейін. Сол әнді мен ақшам жетпей алмай кеткен. Сол моментте ақшасын қолына ұстатпасаң көп дүние кетіп қалады. Кетіп қалады. Сондықтан да қазіргі заманда осы бір-екі жылдықтың көлемінде шығар. Осы сезім, 2 жылдықтың көлемінде сезімді қайтейін шыққан. Ол кезде шынымен де сәл басқашалау еді. Қазір мүлде. Қазір композитор көп. Қазір ақын да көп, әнші де көп. Шыны керек. Көп болғаннан кейін көп ән шығады. Оның ішінен саралап қалатындар да бар. Оның соны, міне мына жақсы ән екен деп еніне батқан кезде мына жағынан біреу қақып кетіп жатады. Ертең хабарласам дегенге ертеңге жеткізбей тастап жатады. Сол жазып жатқан ақынның болмаса композитордың жаңағы тез арада ақша керек болып қалып жатады, мысалы. Сондай тұрғыда Нұрболат, мен аған сатып жібердім, болмай қалды, кеше болғанда ғой деген сияқты бір-екеу демей ақ қояйын, негізі біраз жақсы әндерден қол жетпей айырылып қалып жатқан кездер бар. Енді қазіргі таңда тек задаток деген сияқты нәрселерді беріп тастап жатырмыз. 50% сөйтіп алып қалмасақ, әннің саудасы мықты негізінде.